Мен бір күні Астана телевидениесінде менен Әйгерім дейтін қарындасым интервью алып отырды да. Мен ешқандай жұмыста жоқпын сол кезде. Сол менен сұрады, заманның батырын айтыңызшы, кім батыр деді. Мен айттым, Назарбаев батыр дедім. Ел жатып кеп маған, ой жағымпаз, көрмейсің мына істеп жатқанын енді. Президентке жағым жатыр деді. Уаллахи, Алла субхан тағаланың атымен ант етем, бұл менің имандай шын сөзім еді. Неге десеңіздер, батырлық деген қазіргі заманда білекпен өлшенбейді. Батырлық сабырмен өлшенеді, батырлық ақылмен өлшенеді. Мен бір батырлығын айтайын сіздерге. Баяда Қытаймен делимитация болып жатқанда, екі ортада шекараны белгілеп жатқан кезде, тура жиналысқа кірердің алдында былай өтіп бара жатқан Қытайдың чиновнигі Назарбаевтың қолынан қағып жерді былай. Назарбаев білесіңдер, бұл негізі мужик жігіт қой, Теміртауда жекпе-жекке шығып төбелесіп жүрген, күресіп жүрген, андай мұндай бір адамның бір сөзін басынан асыратын азамат емес. Және мен волейбол ойнағанда баяғы соптың жігіттеріне подача берген кезде екі қолдары айырып маңдайына тигенде шалқасынан түсіретін ақ жігіт. Анау тышқандай бар ғой, шөп-шөп жүрген Қытай түртіп қалса өлтіреді. Бар ғой. Анау кетіп бара жатқанда қолынан қағып келіп қалғанда турадан үлкен кісіде маңдайы қып-қызыл болып помидордай қызарып ашуланды да. Сол екі ортада бәрі ана өлшенген нәрсе ғой, саяси технология. Тура сол моментте шақырды в переговорға. Мінекей Синьцзянмен келдіңіздер деп. Ашумен кірді. Ашумен кірген кезде, онсыз да білесіздер, Қытай ешкімге есесін беретін емес. Ішіне кірген моментте түк болмағандай жиып алды. Ана ашудың бәрін жоқ қылып жіберді. Сөйтті жылпылдап алдынан түсіп, Синьцзямен мырза, осылай деп, бір кезде ананы жасап отқан анаған айтқан ғой тәрізі. Бетіне қарап отырған кезде риза болған ғой. Сосын айтты, келесі келетін адамдар қандай болатынын қайдан білесің? Қазір осы шарттармен келді, мен саған қолымды қойып берейін. Қытаймен әлі делимитация жасаған ешкім жоқ. Қытай ешкіммен шекараны бүйтіп бекіткен жоқ. Әр жерде өзінің претензиясы бар. Жайт сонда Назарбаевқа деген құрметінен жаңа қол қойып делимитация жасалып кеткенде Қытайдың басқа шенеуніктері бар ғой, осы асыл бөліп қалады. Сол кезде адам қайырлып кеп жаңағы жерде қолынан қаққан кезде ашуланбай өзіне ұстау деген нәрсе. Өйткені оның артында алты алаштың бүкіл жүгі тұр. Ол жеке басының эмоциясы бірдейін оған, понимаете? Сен эмоцияның беш деген қажет жоқ. Сен қазақтың тағдыры, бұл қазақтың атақоныс жері тұр. Ондайға сен жиып тастауың керек. Соның орнында қазір эмоциональный біреу болса қайырлып кеп шарт ата қалдың. Адамдарға неге болмайсың деді. Ол қалды переговор және келесі жолы шекара мәселесін қарастырамыз. Как раз оларға да керегі сол. Міне батырлық, тура ешкі қотыр сияқты қышып отқан нәрсені қасымаған нәрсе сияқты ғой, түсіндіңіздер ме? Осында бұндай батырлықтар көп-ақ негізі, біз көзімізден көрген, естіген батырлығымыз. Ең бастысы, білесіз, тұтас елді, жерді сақтап, Донецк сияқты басқа сияқты нетіп қалмай, Қырғыз сияқты үйтіп қалмай, Қырымнан айылып қандай тағы бірдеңесінен айылып қалмай, өстіп аман есен ел болып, жұрт болып, айдада арқаның төсінде, кең даладан астана салып, мынау сияқты академия, өнер университетін құрып қойып, жастарды көзін мөлдіретіп қойып, әңгіме айтып, Доспанбеттің Доспанбетші, Абайдың Абайшы, Ақтанбердің Ақтанберші айтып отырып, Тахауидің антын айтып, тарихымызды қозғап отқан бұл ұлттың бақыты. Бұл бақыттың қадірін білмесе, қазақ айтады ғой, кейде адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі, ұшқанын біліп, қасан соққанын Құдай сақтасын. Сіздер осындай нәрсені білу керек. Кейбір нәрсе саяси нәрселерді, ой, ол былай ғой, былай ғой. Я, кейбір нәрсе солай болады қысқасы. Кейбір мынау деген спектакль болады, өз дүниенің өз спектакль. Кейде қыздың артынан қуып келеді, қыздар біледі, ана қызбен сөйлесіп қойын, шеше сөйлеп, енді қуып келді, ой, білмей қалдым, ой, пұрмай, мынау құдамын, құдамын демей, деген протокол, бұл, понимаете, өмір өз театр, понимаешь? Ой, пұрмай, ана жерде былай істеп жатыр, итақта түсінікті, қазір былай болады. Ол театр, ол солай болу керек, понимаете? Өмірдің солай болу керек. Бе танып тұрып, танымаған сөйт кейде қыздар, сені біледі, сыртынан сұрап аған, біліп аған әбден. Сен кімсің, мен сені танымай. О, солай біле қалса ұят болады.